Скорый помощь не үшін аяқ киімін шешіп кірмейді, неге бақиламен келмейді, коверді былғайтын болды, үйімді былғайтын болды. Бұндай сөздер көптеп айтылып жатады. Жалпы біріншіден 225-ші бұйрық бойынша бақила медициналық міндетті өнімдер тізіміне кірмейді. Жедел жәрдем бригадасында бақила киюге міндетті емес және қауіпсіздік ережелеріне біріншіден сәйкес регламент бойынша салапан, пакетик, басқа да заттарды киюге тыйым салынады. Ол тікелей өзінің қауіпсіздігі үшін, мысалы бір аймаққа барды, үйге кірді, ол жерде мысалы не болып жатқаны белгісіз, мысалы сол жерде шабуыл жасалуы мүмкін, өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Ол жерде егерде салафан киіп, егерде сыртқа зданиядан тастап кетіп қашу керек болған жағдайда шығып бара жатқанда аяғы сүрініп, тайып, құлап, өзі жарақат алуы мүмкін. Екіншіден, уақыт. Жалпы егерде науқасқа келіп, науқасты ауруханаға тасымалдау керек болса, науқастың жағдайы ауыр болса, ол жерде бақиланы немесе салапанды киіп, шешіп тұрғанда уақыт жоғалтады. Бұл жерде есте сақтаңыздар, жедел жәрдем үшін не только минут, әрбір секундты үнемдеудің маңызы зор. Жедел жәрдем шақырған кезде жалпы таза, ылғалды жалпы тряпканы есіктің алдына қойып қойғандарыңыз дұрыс. Скорый помощь келіп, аяғын сүртіп, ішке кіре беруі үшін. Сіздерді мынандай сұрақ мазалаған дұрыс. Жақыныңыз ауырып жатыр, иә? Жедел жәрдем бригадасын шақырдыңыз. Сізде бұл жерде жақыныңыздың денсаулығы маңызды ма? Данный момент. Немесе ковердің тазалығы ма? Ковер барлығы тазалап, жуылады уақыт өте келе. Сол үшін де жедел жәрдем бригадасын шақырдыңыз ба? Жалпы олардың өздерінің бұйрықтарымен жұмыс жасайды, жұмысына кедергі келтірмей, уақытын алмағандарыңыз өздеріңізге және жақыныңызға жақсы. Бұл туралы жалпы өзіңіздің ойыңызды комментарийға жазып, видеоны жақындарыңызға жіберіңіздер.